Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен балаң жарық күнде сәуле қуған» бөлімі бойынша Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер Ақбозат» хикаясы. Оқу мақсаты шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Бағалау критерийлері: шығарманың мазмұнын толық түсінеді, әңгіме композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасай алады. Балалар, біз өткен сабақта Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер Ақбозат» әңгімесінің мазмұнымен толық танысқан болатынбыз. Ал енді тапсырмамызға назар аударыңыздар. Екі түрлі түсініктеме күнделігі әдісі бойынша әңгіменің мазмұнына өз көзқарасын жазып, негізгі эпизодты анықтаңыздар. Бірінші кестеге әңгімедегі қатты әсер еткен үзінділерді жазасыздар. Екінші кестеге әсер еткен үзінділер жайында пікір жазасыздар. Дескрипторға назар аударыңыздар. Әңгіме бөліктері бойынша тапсырманы оқиды, өз көзқарасын жазады, негізгі эпизодты анықтай алады. Ал балалар, сәттілік! Ал енді балалар, ықтимал жауаппен өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші, әңгімедегі қатты әсер еткен үзінділер. Тортай әсіресе мені жақсы көреді, жанынан бір елі қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі, үйде ішім жем мол, ит басына іркіт төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан бір, жолынан екі алып, әр күн сайын Тортайға таситынмын. Ол мені алдап, тамақ үшін дос болмайтын. Қайта, мен аш жүргенім жоқ, әкеле берме, деп ұрсатынды. Өз бейілі мен көңіл қошы болмаса, ләм деп аузын ашпайтын. Әрі, құлағы қақас еститін болған соң, әңгімеге зауқы бола бермейтін. Тек менмен ғана оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып, ұрсып қуып жіберіпті. Салық салғанның ұшар басындағы қалың тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып отыр екен. Әсер еткен үзінділер жайында. Тортай әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін 14 жастағы бозбала. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар болғанымен, балалардың арасында білгіш, басқалардан ерекшелігі бас алмай кітап оқи беретін. Тортай ойынан ертегілер шығарып, балаларға айтып береді. Ешқашан ешкімге өкпелемейтін мейірімді бала еді. Фермердің баласы, байдың баласымын деп мұрнын көкке шүйірмейтін. Басқа балалармен өзін тең көретін Тортайдың қамқор, адал досы. Ал балалар, енді екінші тапсырмамызға көшейік. Келісемін, келіспеймін әдісі арқылы берілген үзінділер қай кейіпкерге тән екенін анықтайсыздар. Дескрипторға назар аударыңыздар. Үзіндіні оқисыздар, үзіндіні қай кейіпкерге екенін анықтайсыздар. Бірінші үзінді. Бұл дүниеде мен бір тұтар, сырласар жалғыз-ақ нәрсем бар. Ол кітап. Әкем де, шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығың, жетімдігің бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей боламын. Екінші үзінді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы, бәлкім, мен міне алмаған Ақбозатқа сен мінерсің. Үшінші үзінді. Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым, қиналдым, өзімен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Төртінші үзінді. Шешемнің қолынан бір, жолынан екі алып,
әр күн сайын тортайға таситынмын. 5-ші үзінді. Әке шешең іздеп жүрер, үйіңе қайт, қорықсаң, мен шығарып салайын. Ал балалар, сәттілік. Ал өзімізді ықтимал жауаптармен тексеріп көрейік. 1-ші үзінді. Бұл дүниеде мен бір тұтар, сырласар жалғыз-ақ нәрсем бар. Ол кітап. Әкем де, шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығың, жетімдігің бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей боламын. Бұл Тортай. 2-ші. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы, бәлкім мен міне алмаған ақбозатқа сен мінерсің. Бұл Тортайға тиесілі. 3-ші. Күз жақында фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым, қиналдым. Өзімен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Бұл Ораштың сөзі. 4-ші. Шешемнің қолынан 1, жолынан 2 алып, әр күн сайын Тортайға таситынмын. Бұл да Ораштың сөзі. Соңғы 5-шісі. Әке шешең іздеп жүрер, үйіңе қайт, қорықсаң, мен шығарып салайын. Бұл Тортайдың сөзі. Жақсы балалар, жақсы дайындалдыңыздар. Келесі тапсырманы көшейік. 3-ші тапсырма. Қос құты әдісі бойынша Тортай мен Аянның бейнесін салыстырыңыздар. Дескрипторға назар аударыңыздар. Тортай мен Аянның бейнесін салыстырады, екеуінің ұқсастығы мен айырмашылығын анықтайды. Сәттілік балалар. Ал балалар, өзімізді тексерейік. Тортай мінер ақбозат әңгімесіндегі Тортай бейнесі. Тортай қой аузынан шөп алмас жуас, бала болып көп ойнамайтын, ертегі айтқанды ұнататын, өзіне мақсат қоя білетін, кітап оққанды ұнататын, бас алмай кітап оқитын, зерек, білгіш, ақылшы бала. Ол жасқаншақ, арманшыл бала болды. Әке шешеден тым ерте айырылып, туыс аталастарының есігінде жүретін 14 жастағы бозбала. Құлағының сәл мүкісі бар болғанымен, балалардың арасында білгіш және басқалардан ерекшелігі бас алмай кітап оқитын. Тортай ойнан ертегілер шығарып, балаларға айтып беретін. Армандағы ақбозат өзі мінбесе де, досына қиған Тортайдың ақ жүректілігін байқауға болады. Міне балалар, бұл Тортайдың бейнесі екеніне көзіміз жетті. Алдыңғы сабақтарда біз Жусан иісі әңгімесін оққан болатынбыз. Енді сол Жусан иісі әңгімесіндегі Аян бейнесіне назар аударайық. Аян ешкіммен төбелесіп сөзге келмейді. Әңгімеде өжет, қайсар, зерек, өте ақ көңіл, мейірімді, ақылды және де жетім бала болып суреттеледі. Тобығын шығарып алып, сол аяғын сүйретіп жүретін шілбеген ақсақ қара бала. Өте мейірімді бала. Сонымен қатар өте тапқыр, ақылды, білімді, зерек және ақ көңіл бала. Бірақ тағдырына мойымайды. Қиындықтың өзінен жақсылық іздейтін мейірімді. Өз ойынан ертегі құрастыра алатын қабілеті де бар. Ертегілерінде зұлымдықты жақсылық жеңеді. Туған жерін жақсы көреді, құрмет тұтады. Болашаққа зор үмітпен көз салады. Бала болса да, үлкен адамдарша ойлайды. Балалар, міне қараңыздаршы, Тортай мен Аянның бейнесі өте ұқсастығы бар екен. Екеуі де жетім бала, екеуі де кітап оққанды жақсы көреді, екеуі де ойдан ертегі шығарады, кітап оққанды жақсы көреді және зерек екені байқалады. Жақсы балалар. Ал енді қорытынды. Берілген шығарманың мазмұнын толық түсіне алдық. Әңгіме композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасай отырып,
талдау жасадық. Ал балалар, енді оқу тапсырмасы. Сіздерге автордың орнында болсаңыздар, тас күркеде қамыққан Тортайға қандай ақыл кеңес берер едіңіздер? Тортайға хат жазыңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңыздар.